Бірінші курс 23 топ өндірістік оқыту. Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қақта пісірілген көкөністерден тағамдар мен гарнирлер. Сабақтың мақсаты қақта пісірілген көкөністен әзірленген тағамдардың технологиялық талаптарын сақтай отырып, дайындауға үйрету, әсемдеу және ұсыну тәсілдерін үйрету. Қақта пісірілген көкөністерден тағамдар мен гарнирлер дайындау, тағамдардың сапасын тексеру, безендіру және ұсыну. Критерий: көкөністерді алғашқы технологиялық өңдеуді үйренеді, тағамдар әзірлеу үшін көкөністердің түрлерін пайдалануды біледі, пісірілген қуырылған қақталған көкөністердің формасын сақтай алады. Қазір мен сіздерге теория жүзінде айтып өтемін. Келесі слайдта практика жүзінде қақталған картопты қақтау шкафында пісіруді көрсетемін. Көкөністерді пештің қақпақты ыстық қуысында қақтап пісіру үшін оны алдын ала қайнатып пісіреді. Сосын бөктіреді, бұқтырады не қуырады. Кейде шекелей пайдаланады. Көкөністерді суырма табада не сыбаға табаға қуыру шкафында 250-280 градус температурада қақтап пісіреді. Қақтап пісіру оның бетінде қуырма қабық пайда болғанша және ішінде температура 80 градусқа дейін жеткізілгенше жүргізіледі. Қақтайтын ыдыстың түбін және қабырғаларын майлап, үгітілген нан сеуіп пайдаланады. Сыбаға табаларды майлайды. Қақтап пісірілген көкөністерді бірнеше топқа бөледі. Олар тұздықта қақтап пісірілген, пісірмелер мен тартымдар түрінде пісірілген болады. Қақтап пісірер алдында пісірмелердің орамалардың беттерін қаймақпен сылайды. Ал тұздықта қақтатылғандай үгілген ірімшік не үгілген кепкен нан ұнтағын себеді және май бүркеді. Бағана сіздерге слайд жүзінде айтып өткендей, қазір біз енді мен сіздерге практика жүзінде картопты қалай духовкаға қақтаймыз, соны көрсетейін. Ал ең алдымен оқытушылар картопты 10 минут қайнатамыз. 10 минут қайнатып алғаннан кейін мына дәмдеуіштермен оған керек 100 грамм су, лимон сыйдырасы керек, қара бұрыш, қызыл бұрыш керек, паприка, горчичный порошок керек және оливка майы керек. Осылардың бәрімен дәмдеуіштермен біз жаңағы мына дайын пісіріп алған картошкамызды дәмдеуіштермен араластырамыз. Араластырып бәрін болғаннан кейін оны біз 250-280 градус духовкаға саламыз. Ал оқушылар міне, мен жаңа мына дәмдеуіштермен тұздықты дайындап алдым. Енді осы тұздықты картошканың үстіне құямын. Енді әр картопты тұздыққа өстіп малып, әбден араластырамыз. Қазір мына жаңағы картопымызды 250 градус духовкаға саламыз. Картопымыз дайын болды міне. Оған енді өздерің көк немесе сыр салып өстіп жеулеріңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Ал оқушылар, тақырып бойынша сіздерге сұрақтар. Бірінші сұрақ: картоп қарайып кетпес үшін оны қанша сағат мұздай суға ұстайды? Көкөністерді жылумен өңдегенде тұрақсыз және тез бұзылатын дәрумен. Бас пияз, көк пияз, парей пиязы, сарымсақ көкөністері қандай топқа жатады? Қақтап пісірілген картоп қанша градуста қақтау пешінде ұстау керек? Ал енді оқушылар, мен сіздерге мұнда жетістік баспалдағын көрсетіп отырмын. Біріншісінде жақсы түсіндім десеңіздер, онда 1 деген санды қоясыздар. Түсіндім десеңіздер, 2 деген санды қоясыздар. Сұрағым бар десеңіздер, 3 деген санды қоясыздар. Мүлдем түсінбедім десеңіздер, 4 деген санды қоясыздар. Егер бұл тақырыпты түсінбесеңіздер, мен сіздерге сұрақтарыңызға жауап беріп, тақырыпты түсіндірем. Үйге тапсырма: сұрақтарға жауап беру, өткен тақырыпты қайталау.
Назарларыңызға рахмет.